Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін әйгілі синнабон токаштың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жұмыртқамызға қант, тұз салып, жақсылап шайқап аламыз. Осындай сұйық болған соң, үстіне жылы сүт және де ашытқы салып, тағы да шайқаймыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте електен ұн өткізіп салатын боламыз. Ұнның 1/3 бөлігін салып, жақсылап сұйық болғанға дейін араластырып аламыз. Ұнның екінші жартысын салып, тағы да араластырамыз. Ұнның қалған бөлігін салып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Ендігі кезекте қамырдың үстіне сары май құйып, жақсылап илеп, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз өте жақсы көтерілді, енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Барынша 4-1 қып жайып шықсаңыздар, соғырлым синнабондарыңыз да әдемі болып шығады. Қанттың үстіне корица салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Достар, қажетті ингредиенттерді және де олардың мөлшерін видеоның астынан описаниядан көре аласыздар. Барлығын қамырымыздың үстіне сеуіп, қолымыздың көмегімен жақсылап жағып шығамыз. Барынша қолдарыңызбен басып шығуға тырысыңыздар. Енді қамырды видеодағыдай тығыз етіп орап шығамыз. Өзіме ыңғайлы болу үшін осылай бірнеше бөлікке бөліп алдым. Енді жіптің көмегімен осы белгіленген жер бойынша кесіп шығамыз. Пышақпен кессеңіздер, қамырларыңыз мыржайып қалады, сондықтан да жіппен кескен өте ыңғайлы, түп-түзу болып өте жақсы кесіледі. Арнайы ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, үстіне синнабондарымызды арасына алшақ етіп тізіп шығамыз. Барлығын орналастырып болған соң, бетін жауып 15-20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 15-20 минуттан кейін осылайша синнабондарымыз сәл көтеріледі. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіреміз. Кремін жасайтын боламыз, ол үшін сливки 33%, творожный сыр және де қант ұнтағы қажет болады. Ыдысымызға сливки құйып 5-6 минут көлемінде қоюланғанша миксерлеп аламыз. Үстіне творожный сыр және де қант ұнтағын салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Біздің синнабондарымыз шамамен 20-25 минут аралығында осылай пісіп шықты. Енді үстіне крем жағатын боламыз. Синнабондарымыз жылы боп тұрған күйде ғана үстіне крем жағамыз. Егерде суып қалған соң жағатын болсаңыздар, крем бетінде қалып қояды да ортасына сіңбейді. Біздің өте дәмді, ауызға салғанда еріп кететін синнабондарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.